Алла қандай адамдарды жақсы көреді? Жауап: Алла тағала мына 7 адамды жақсы көреді. Жақсылық жасап, үнемі жақсылықта жарысатын адамды. Өз қатесін мойындап, Алладан кешірім сұрайтын адам. Аллаға тәуекел еткен адам. Әділетті адам. Тақуа, Құдайдан қорқатын адам. Шыншыл адам, яғни үнемі шын сөйлетін, шын әрекет жасайтын кісі. Басқаның ақысына кірмейтін адам. Ең жақсы адам кім? Бір кісі Мұхаммед пайғамбарымызға келіп, Аллаға ең сүйікті адам кім деп сұрайды. Ол кісі: Аллаға ең сүйікті адам адамдарға ең пайдалысы. Ал Аллаға ең ұнамды амал мұсылман бауырыңды қуандыру, қайғысын кетіру, қарызын жауып беру, қарнын тойдыру. Бір бауырымның шаруасын бітіру үшін бірге жүру мына мешіттен шықпай 1 ай құлшылық жасағаннан артық деген. Табарани. Ең жаман адам: саған ренжісе жақсылығыңды жоққа шығарады. Сырыңды елге жаяды. Абыройыңды шашады. Сен істемеген нәрсені айта бастайды. Сынақтардың тағы бір пайдасы: Алла тағала егерде өз құлдарын сынақ, ауыртпалық дірлермен емдеп отырмаса, олар шектен шығып, тәкаппарлана дандайсып кетер еді. Алла тағала бір пендесіне жақсылық қаласа, оған шамасына қарай қиындық дірісін ішкізеді. Сөйтіп ол дәрімен бойдағы қауіпті дерттерді қуып шығарады. Ден тазалап, тәрбиелеген соң бұл дүниеде құлшылық арқылы дәрежесін көтереді. Ақыретте сансыз сауаптардан сыйақы дайындап қояды. Жолың жабылғанда ашатын дұға: Я Хайю, Я Қайюм, би рахматика астағис, аслих ли шани кулях, уа ла такилни иля нәфси тарфата яйн. Мағынасы: Я мәңгі тірі, әрі бәрін басқарып тұрушы Алла, мейіріміңмен жәрдем сұраймын. Менің бүкіл ісімді өзің дұрысташы. Мені өз-өзіме қас-қағым сәтке тастап қоймашы. Мұхаммед пайғамбарымыз, ол кісіге Алланың игілігі мен сәлемі болсын, қызы Фатимаға осы дұғаны айтуды үйреткен. Дұға таңертең және кешке бір-бірден айтылады. Насай, Хаким, Мустадрак. Пенденің жолы ашылып, сіз жүру үшін Аллаға тәуекел етіп, жұмысының барысында Аллаға арқа сүйеуі өте маңызды іс. Алла үшін қиын ештеңе жоқ. Ашылмайтын есік жоқ, алынбайтын қамал жоқ. Мына 3 сөзді ешқашан ұмытпа. Егер саған бір жақсылық келсе, Алланы мақтап, мадақта. Әлхамду лиллах. Егер ризықтың келуі кешіксе, Алладан кешірім сұра. Әстәғфируллах. Егер басыңа бір іс түссе, Алладан басқа ешбір күште, қуатта жоқ де. Ла хаула ва ла қуввата илля биллах. Қандай үйлерге періште кірмейді? Бірінші, үйдің ішінде ит немесе тірі заттардың сурет, мүсіндері ілініп тұрса. Екінші, үйдің ішінде сыңғырлап соғылатын қоңырау болса. Үшінші, үйде жүніп адам болса. Жүніптік деп жыныстық қатынастан кейінгі немесе жыныстық қатынассыз ақ бойдан ұрық бөлінетін жағдай. Ондай жағдайда адам толық шомылу керек. Сол кезде жүніптік кетеді. Төртінші, сасық иісті, лас әрі арақ шарап ішілетін үйлер. Шын мәнінде періштелер адам баласы үшін жағымсыз болған иістерден жеркенеді. Бесінші, бақсы балгер, балшы көріпкелдер тұратын үйлер. Бұндай амалдар Алла жек көретін үлкен күнәлі істер. Ондай адамдардың қасында жын-шайтандар көп болатыны себепті періштелер ондай үйлерге жақындамайды. Сіз туралы жаман пікір естісеңіз не істейсіз? Жауап: дәл осындай жағдайға байланысты Алла тағала қасиетті Құранында былай деген: олардың сөздері сені қапаландырмасын. Біз олардың жасырғандарын да, жария қылғандарын да білеміз. Ясин сүресі 76-шы аят. Алла тағала бұл аят арқылы пайғамбарын жұбатқан еді. Адамдардың кер тартпа пікірлері сені уайымдатып, алға қойған ізгі мақсатыңа кедергі келтірмесін. Оларды бізге қалдыр. Біз бірін жазып біліп отырмыз. Әркім өз қылығы үшін жауап береді. Өмірлік жарымды қалай табамын? Жауап: бірінші, Аллаға дұға жаса. Жақсы, жайлы жар сұра. Бүкіл жақсылық пен игілік Алланың қолында. Тағдырымыз да, болашағымыз да, бақытымыз да жалғыз оның ғана құзырында. Сосын текті, тәрбиелі, иманды қыз ізде. Еш уақытта сыртынан қарап, аккаунтына қарап баға берме. Сұрастыр, зертте, жолығудың жолын ізде. Ортаға адам сал. Өзіңде лайықты жар болуға дайындал. Екі нәрсені ұмытып кет. Біреуге жасаған жақсылығыңды және біреудің саған қылған жамандығын.
Ал енді мына екі нәрсені ұмытпа. Біреудің саған жасаған жақсылығын, және өзіңнің біреуге жасап қойған жамандығыңды. Сонда ерлер әйелдер 33-18 жасқа жетпей қайтыс болса, арғы өмірде қандай болады? Осы сұрақ мазалайды. Жауап: жәннатқа кіретін ер адам да, әйел адам да 33 жаста құрдас боп кіреді. Әйел адам 18 жаста болады деген дерек жоқ. Мейлі, ол адамдар шал не кемпір боп дүниеден өтсе де, жас бала не жас қыз боп қайтыс болса да, Алла оны 33 жасқа толтырады. Өйткені бұл жас адамның жастық кезеңінің кемелденген кезі. Рахат пен ләззатты толық сезетін кезеңі. Сосын, адамды қаттырақ мазалайтын нәрсе қанша жаста жәннатқа кіретін емес, жәннатқа қалай кіремін, кіре аламын ба, кіре алмай қаламын ба, жеңіл кірудің жолдары қандай деген ойлар болуы керек. Ғұсыл қалай алынады? Ғұсыл деп толық шомылуды айтамыз. Арнайы ғұсыл үшін ниет жасайсыз. Сосын, бірінші ауызға және мұрынға су алып шаясыз. Одан соң бүкіл денеге су тиетіндей жуынасыз. Дененің барлық бөлігіне су тиюін қадағалаңыз. Ғұсыл жүніп боп қалғаннан кейін, ерлі зайыптылар үшін жыныстық қатынастан кейін, әйел кісі етеккірден және нифас қанынан, яғни бала босанғаннан кейінгі қаннан тазарғаннан кейін міндет болады.